Арықтаудың жолдары. Артық салмақтан арылудың түрлі тәсілі бар. Оның бірі денсаулыққа кері әсерін тигізсе, енді бірі оң нәтижесін береді. Арықтау үшін адамда ең бірінші мақсат болу керек. Белгілі бір мақсат болған кезде ғана адам үлкен нәтижеге қол жеткізеді. Артық салмақтың негізгі себебі көп жағдайда қарынның созылуы болып жатады. Ал қарын көп жегеннен созылғаннан кейін одан әрі көп тамақ жей беруге тәбет ашылып тұрады. Сондықтан қарынның созылуын тоқтату керек. Ал ол үшін жейтін тағамның бір реттік өлшемін, яғни порциясын азайтқан жөн. Осылайша табиғи жолмен арықтауға болады. Сондай-ақ қарын кішірейіп өз мөлшеріне келеді. Ас қорыту процесінің жұмысы да дұрысталады. Тағамға қойылатын аса қатты шарт жоқ. Тек нәтижеге тезірек жеткіңіз келсе, ұн тағамдары мен шоколад пен тәтті газдалған сусындардан бас тартыңыз. Сондай-ақ шай мен кофені қантсыз ішіңіз. Тамақ ішу уақытын қатаң ұстаңыз. Ол интервал 3 сағат. Жеген тағамнан кейін дереу шай немесе өзге де сусындар ішуге болмайды. Ол қарын қабырғаларын созуға әсерін тигізеді. Бұл тамақтану жоспарын еш бұзбай ұстасаңыз, тез арықтап қана қоймай, ағзаңызға да ешқандай кері әсерін тигізбейсіз. Керісінше ағзаңызды емдейсіз. Диетадан кейін артық салмақ қоспайтын боласыз. Өйткені қарын қабырғалары орнына келгеннен кейін асқа деген сұраныс та әлдеқайда аз болады. Диета ұстаған кезде қатты қиналсаңыз, арасында жеміс-жидек компотын ішуіңізге болады. Бірақ қантсыз болғаны дұрыс. Бұл көңіл күйіңізді аз да болсын көтереді. Мұнымен қатар 3 күнде бір рет бір тілім шоколад жеуге рұқсат етіледі. Лимонмен арықтау үшін өте тиімді тәсілдердің бірі. Ал лимон қышқылы ас қорытуға пайдалы. Ол ағзадағы ферменттер мен қышқылдармен байланысқа түсіп ас қорытуды әрі асқазанның сөлінің бөлуін жылдамдатады. Мамандар май қабатын азайту үшін таңғы рационға ақуыз көбірек қосу керектігін айтады. Оның сөзінше, салмақ тастау үшін таңертең жұмыртқа өнімдері, жемістер қосылған сұлы жеп, сондай-ақ тұтас дәнді нан өнімдерінен бас тарту керек. Диетологтың сөзінше, жидектер салмақты реттеуге көмектесетін талшық бар. Сонымен қатар майды кетіру үшін смузи, жасыл йогурт, зығыр және чия тұқымдарын қолдануға болады. Одан бөлек таңғы асты отырып жеу керектігін айтады. Себебі жүріп тамақтану артық тамақтануды және салмақ қосуды тудырады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.